Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз матаға ою жабыстыруды көрсететін боламыз. Егер де сізге қызықты болса, бізбенен бірге қалыңыз. Сонымен біз осындай оюды алдық. Бұл базарда сатылады. Бір беті велюр, ал асты осындай паутинка деп аталатын клейменен қапталған. Оны матамыздың оң бетіне жабыстырамыз. Оюымыздың клейін матаның оң бетіне қойып, керекті жерімізге қойып жабыстырып аламыз. Маған қазір бірнеше ою керек болады, сондықтан матаға осылай қойып алып, біркелкі етіп сызып, алдын ала бірнеше оюды қойып осылай реттеп аламын. Сыртын қойған жерінде осылай қалдырып кетеміз де, ұштарына осылай қаратып, реттеп дұрыстап аламыз. Сосын келесі квадратқа оюымыздың ішін салып, айналасын бәрін әдемілеп реттеп алуымыз керек. Себебі қазір үтікті басамыз. Сол уақытта осы оюымызды қойғанымыз бойынша, осы бойынша қалады. Сондықтан әдемілеп, асықпай, барлығын реттеп, дұрыстап алғанымыз жақсы. Осылай барлығын өзіңіздің керегіңізше оюларды қойып аласыз да, сосын үстіне су марляны қойып, ыстық үтікпен басып аласыз. Сонымен клейіміз жабысты. Енді осындай темір линейкаменен қойып, арасын кесіп алдық. Мінекей бізде ою дайын, өте әдемі, ыңғайлы, сондай керемет оюларымыз шықты. Мінекей енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша реттестіріп қойып, көрпеше немесе жастық тігіп алыңыз. Сізге ұнаған болса